Депутат сауал Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Тамара Қасымқызы Дүйсеноваға. Мемлекет басшысы еліміздегі әрбір баланың құқықтарының қорғалуы мен сақталуының кепілі. Бұған дәлел президенттің тікелей пәрменімен балалардың қауіпсіздігін сақтау бойынша маңызды заң қабылданды. Енді балаларға байланысты әрбір мәселе мемлекеттік деңгейде бақылауда болатыны хақ. Дегенмен елімізде әлде кездесетін кейбір келеңсіздіктер осыған қарсы жасалып жатқанда әсер қалдырады. Соның бір көрінісі балалардың жазғы демалысын ұйымдастырудағы олқылықтар. Мысалы, былтыр Алматы облысының Ұзынағаш ауылында балалар лагерін саунада ұйымдастырған. Ол қоғамда үлкен шу туғызды. Осы мәселе бойынша сот жуырда ғана аяқталды. Кінәлілер сотталып, бас бостандықтарынан айырылды. Сот 2023 жылғы кәсіпкер әйелдің 50 баланы балалар лагері деп өз жеке мектебіне 300 баланы фитнес орталығы бар Монша кешеніне орналастырылғанын анықтады. Басқа балаға қатысты мұндай теріс қадамға бару нағыз бассыздық, ақша үшін ардан аттау деп есептейміз. Тағы бір мысал, бас прокуратура 2023 жыл тамызда Алматы облысында уәкілетті органның рұқсатынсыз жұмыс істеген 8 балалар лагерін анықтады. Оларға жағдайда ешбір сын көтермейді жасалған. Санитарлық, эпидемиологиялық және өрт қауіпсіздігі нормалары мүлдем сақталмаған. Спорт және ойын алаңдары да қауіпсіздік талаптарына сай емес. Былтыр Қонаев қаласындағы Бәйтерек лагерінде шартта келісілгендеріне қарамастан балалардың тиісті демалысы мен оқуы ұйымдастырылмаған. Сол секілді Шымкенттегі Гавайи лагері өртке қарсы дабыл жүйесімен жабдықталмаған және міндеттелген санитарлық эпидемиологиялық қорытындысы жұмыс істеген. Сондай-ақ 220 балаға арналған 3 бұлақ лагері іс жүзінде 310 оқушыны қабылдаған. Бұлайша мөлшерден тыс тығыз орналастыру балалардың демалуына теріс әсер ететіндігін айтпаса да түсінікті. Айта берсек, мұндай мысалдар жеткілікті. Балалар мұндай жазғы демалыс орындарында алаңсыз тынығып, жаңа оқу жылына тың күшпен келудің орнына түрлі келеңсіздіктерге ұшырап жатқаны өкінішті. Жоғарыда аталған заң енді мұндай орындарды ескертусіз тексеріп, талапты сақтамағандарға нақты шара қолдануға мүмкіндік береді. Сондықтан осындай олқылықтардың барлығын жойып, балалардың биылғы жазғы демалысын сапалы ұйымдастыруға жете мән берген жөн. Бұл ретте назар аударатын мәселе, елімізде балалар лагері мүлдем жетіспейді. Олар бар болғаны балалардың 10% қамтиды. Оның ішінде де сапалы демалысты қамтамасыз ете алатыны санаулы ғана. Оған қоса пандемиядан кейін лагерлердің 30% нарықтан кетті. Ашығын айту керек, балалардың жазғы демалыспен қамтылуы туралы статистика көкейге қонбайды. Өйткені жергілікті әкімдіктер мектеп жанындағы лагерлерді жазғы лагерлер деп есептейді. Бұл жөнсіз. Тағы да қайталап айтамыз. Мектеп жанындағы лагерлер жазғы демалыс емес. Ол тек қана 5-6 сағаттық уақыт өткізу. Тағы бір атап өтерлік мәселе, еліміздегі лагерлердің басым бөлігі кеңес кезеңіндегі салынғандықтан тозығы жетіп тұр. Сондықтан салыну оңай, шығынды аз талап ететін глэмпинг базасындағы киіз үйлер, шатырлар түріндегі лагерлерді ұйымдастырып, олардың стандарттарын енгізу қажет. Сондай-ақ елімізде педагогтерді дайындайтын оқу орындары көп болғанымен, әлі де лагерлерде жұмыс істейтін жетекші тәрбиешілерді дайындау жүйесі жолға қойылмаған. Осы ретте Аманат партиясының жол картасы 50 балалар сауықтыру лагерін салу көздеп отырмыз үкіметке. Алайда оның биыл тек 5-інің ғана құрылысы жүріп жатыр. Бұндай темппен біз лагерлерді уақытында бітірмейтініміз анық. Қорыта келе балалардың жазғы демалысына қатысты жоғарыдағыдай келеңсіздіктердің алдын алу үшін тез арада келесі шараларды қолға ұсынамыз. Алуды. Су басқан біріншіден өңірлердің балаларын жазғы сауықтыру лагерлеріне арнайы ұйымдастыру керек. Жазғы балалар сауықтыру орталықтарына тиісті салалық мамандармен қамтамасыз етілуі тиіс. Мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс өткізу кезінде ерекшеліктері бар балаларға инклюзивтік білім беру талаптарын орындау көзделуі тиіс. Және соңғысы, бизнес өкілдері мен сала мамандарын қатыстыра отырып, Қазақстанда балалар демалысын дамыту жөніндегі келелі іс-шаралар жоспарын әзірлеген жөн. Құрметпен Аманат фракциясының мүшелері. Рахмет.